ертегісі. Өткен заманда бір Аббас есімді кедей кісі өмір сүріпті. Ол бір жапырақ нан табу үшін таң атқаннан күн батқанша қара терге түсіп жұмыс істейді екен. Жұмыстан бос кезі шіркін, қазына тауып алсам ғой деп ой сүреді екен. Бір күні далада шаршап, бір ағаштың астына отырыпты. Сөйтіп ол, Құдайым маған бір сиқырлы күш берсе екен, қолымнан ұстағанымның барлығы алтынға айналып қалса екен, сонда мен рахатта өмір сүріп, қара еңбектен құтылар едім деп армандапты. Аббас осы ойларды ойлап отырса, аспаннан бір дауыс естіліпті. Ей Аббас, сен қазір не армандасаң, арманыңа жетесің. Қолыңды не нәрсеге ұзатсаң, алтынға айналатын болады. Аббас өз құлағына сенбейді. Жай орнынан тұрып жерден бір кішкентай тас алыпты. Оның қолы тигеннен соң кішкентай тас алтынға айналыпты. Басқа тастарды ұстап көрсе, барлығы алтынға айналып қалыпты. Аббас бұл жағдайдан өте қуанып кетіпті. Қазір қалаға барып тастардың бәрін жинап алтынға айналдырамын. Сөйтіп көп жер сатып аламын. Зәулім сарай саламын. Ең жүйрік аттар аламын. Жібек матадан киімдер киемін деп ойлай кетеді. Осы ойлармен орнынан тұрмақшы болса, аштықтан мазасы кетіп, отырып қалады. Сонда үйінен әкелген түйінді алып, ішінен бір нан алады. Оны аузына салса, тісі қатты нәрсеге тиеді. Алып қараса, нан алтынға айналып қалған екен. Басқа нанды алып көреді, ол да алтынға айналып қалады. Аббас бір сәт қорқып кетеді. Барлық ұстағаным алтынға айналса, аштықтан өлемін ғой деп ойлайды. Барлық жерім алтынға көміліп тұрғанымен, жейтін ештеңе болмаса, оның не пайдасы бар? Бір кез Аббас көзін ашса, ағаш астында көзі ілініп кеткен екен. Түс екенін біліп, қуанып кетіпті.